Мінекей көрермендер, біздер жол бойында тұрмыз. Бұл Жаңақазан жолына, Жаңақазан ауылына апаратын жол. Жаңақазан ауылының тұрғындары, бір топ жігіттері біздің газеттің редакциясына хабарласып, осы жол мәселесін жазып, мәселе етіп көтерсеңіздер газет бетінде деп бізге өтініш жасап айтқан болатын. Сол себепті іссапармен қызметтік көлікпен шықтық. Жай-күйді барлап, барлығын көзімізбен көрмекке. Нева көлігі, біздің редакциямыздың қызметтік көлігі. Енді айтса айтқандай тұрғындар, өте жолдың жағдайы өте нашар. Тұрғындардың айтуы бойынша жаңадан алған көліктері 2 жылға жетпей салдырлап, бағанадай сынып қалады екен. Егер енді салдырламау мүмкін емес, өйткені мына жердегі дірілдек, мына жердегі шифр дейді, енді көп жүргізушілер шифр деп атайды. Машинаға өте зиян. Машинаның ішіндегі атқанда да дірілдеп, басыңды төбеге соқтырады. Көрсеңіздер болады, видеомен жақындатып қазір бізге береді оператор. Енді халыққа, жалпы тұрғындарға ең керек нәрсе ол жол, су, шөп, осы мәселелер ең өзекті, ең актуальды мәселелер. Сол себепті осы жолдың жай-күйін бүгін көрдік. Тұрғындардың айтуы өте орынды, жөнді. Енді 2021 жылы осы Жаңақаладан, біздің аудан орталығынан Жаңақазан ауылына дейін асфальт салынады деген әңгіме бар. Бірақ енді ол қашан салынады, 2021-де салына ма, әлде салынбай ма, ол жағы белгісіз, кесіп айта алмаймыз. Сол себепті енді асфальт салғанға дейінде осы жолды қырып, тегістеп, осы шағын жөндеу жұмыстарын жүргізу керек жалпы. Жаңақазан ауылының, жалпы Айдархан, Мәстексай ауылының жүргізушілері, тұрғындары жалпы осы жолды жөндеу туралы ұсыныс тастап өтініштерін айтып отыр. Соны біздер осы биліктің назарына, жалпы елдің назарына осы видео арқылы да шығарып, арнайы түсіріп отырмыз. Сол себепті осы асфальт салынғанға дейінде осы жолды жөндеп, қырып, осы лекерге келтіріп, жүруге қолайлы етіп қойғандары жөн.